Төле бидің 2 рет ұялғаны. Төле би өмірімде 2 рет қатты ұялдым деген екен. Бір замандасына неге деген сұрағына бірінде келінімнен ұялдым деген екен. Келіннің жаңадан босағаттап түскен кезі. Төленің үйінде сол бір кезде сауын болмапты. Төле бидің әйелі келінге сауын малдың жоғын айтуды ұмытып кетсе керек. Сол заманның салтында кешқұрым малдың алдынан келін кепшектер сауын ыдыстарын алып күтіп алатын болған. Төле бидің келіні де сауын ыдысын алып кешқұрым малдың алдынан шыққан екен. 2 рет қасқырдан ұялдым деген екен. Төле бидің бір үлкен қорасы болыпты. Дау-дамайдан түскен малды сол қораға қамап, кейін мұқтаж адамдарға беріп жібереді екен. Бірде Төле би түн ішінде дәреті қызып далаға шықса, бір қасқырдың арланы қораны кезіп жүр екен. Көре сала Төле биге бір қарап, қорадан секіріп қашқан екен. Әлгі қасқырдың бір қарағаны: атың дардай Төлесің, қораңда бір тышқақ лағың жоқ, тіске басар дегендей болды деген екен Төле би. Төле би ел арасында қарлығаш әулие атанып кеткен екен. Аңыз бойынша елге жоңғарлар шауып, ауыл ел адамдары үйлерін тастай қашқан. Осы заманда тек Төле би ғана түтінін бұзбастан көшкен елдің жұртындағы орнында жалғыз үйімен жапанда отыра беріпті. Ауылға басып кірген жоңғар қонтайшысы түтінін тұтатқан жалғыз үйді көреді. Ел үдере көшкенде өзінен қорықпай отырған адамның кім екенін білмекке кісі жібереді. Баса көктеп үйге енген жоңғарлар жөн сұраспастан бірден жауап алмаққа дүрсе қоя береді. Сонда Төле би көшпеуінің себебін айтқан. Жұртпен бірге бас сауғалап үйін тастамау себебін би бұлай түсіндірген: биыл шаңырағыма қарлығаш ұя салған екен. Балапандары қанаттанғанша үйімді бұзбайын деп шештім. Жау жағадан алды екен деп ұясын бұзып, балапандарын шырылдатқым келмеді. Үйлеріңді ойран етіп, бала шағаңды шырылдатса жақсы болар ма еді? Бұл бір киелі адам болды деп қонтайшы Төле бидің үйін айналып өтіп жүре берген екен. Оқыған Ғалбият Мұрсат.